Ғұн бірлестігіне әртүрлі тайпалар мен этникалық саяси құрылымдар кірген. Олар 24 ұлыстан тұрды. Ғұн мемлекеті сол қанат, орталық қанат, оң қанат болып 3 бөлікке бөлінді. Билеушісі Қытай деректерінде Шаньюй деп аталады. Ғұндар көрші мемлекеттермен жақсы қарым-қатынас орната білген. Ғұн мемлекеті әскери жүйе бойынша құрылды, ал ғұн әскерлері сатылы жүйеден тұрды. Олар: Түмен басы 10 мың әскердің басшысы, 1000 басы 1000 әскердің басшысы, 100 басы 100 әскердің басшысы, 10 басы 10 әскердің басшысы. Түмен басыны Шаньюй тағайындайтын болған. Бұл қызметке Шаньюйдің ұлдары, інілері, жақын туысқандары алынған. Ал түмен басы 1000 басын, 100 басын, 10 басын тағайындаған. Ғұндарда жылына 3 рет ақсақалдар кеңес өткізіліп тұрды. Кеңесте мемлекеттік істер туралы маңызды мәселелер шешілді. Ғұн мемлекетінде жақсы ұйымдастырылған әскер болған. Қоғамдағы әр ер азамат қатардағы жауынгер саналған. Олар жаугершілік заманда қолдарына қару алып, елін жаудан қорғауға аттанған. Ғұн әскерлері тас қамал бұзудың техникасын жақсы меңгерген. Соғыс кезінде қорған бұзғыш машинаны, тас атқыш техниканы, катапульта қолданып, көрші мемлекеттерді оңай жаулап алып отырған. Әскердің көпшілігі шапшаң жүретін атты әскер болып есептелген. Салт атты жауынгердің қару-жарағы садақ, семсер, қанжар, найза, боғалық болған. Олар садақтарын сүйекпен бекіткен. Соғыста жауларының зәресін алып, аттарын үркітетін ысқырғыш жебелер қолданған. Садақшылары құралайды көзге атқан асқан мерген болған. Ошқыр, ауыр ұңғылы сауыт бұзар жебені темірден жасаған. Ұзын семсерлері ат үстінде жүріп соғысуға ыңғайлы болған. Қытай билеушілері ғұндарды әлсіретудің жолын іздеп, оларға үздіксіз шапқыншылықтар жасап отырды. Алайда ғұндарды жеңе алмады. Біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда мөде Шаньюй Қытайдың шекаралық аудандарына жорықтар жасап, күйрете соққы берді. Әскери саяси қуаты басым болған Хань императоры Гао Цзу мөденің алдында бас иіп, онымен тыныштық және туыстық туралы шартқа қол қоюға мәжбүр болады. Бұл шарт бойынша ол мөдеге өзінің ханшасын әйелдікке беруге және жыл сайын салық төлеп тұруға міндеттенеді. Ғұндардың жауынгерлік құдіретінен сескенген Цинь патшалығы өзінің шекарасын қорғау үшін біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда ұлы Қытай қорғанын салдырды. Қорғанның ұзындығы 4000 километр, биіктігі 10 метр және 60-100 метр сайын күзет мұнарасы қойылған. Ғұндар мен Қытайлар арасындағы соғыс 300 жылдан астам уақытқа созылды. Мөде Шаньюй біздің заманымыздан бұрынғы 174 жылы қайтыс болды. Оның мұрагері Лаушан тұсында да ғұн мемлекетінің даңқы артып, одан да нығая түсті. Ғұндар көршілері Юэджи тайпасымен ұзақ күресіп, біздің заманымыздан бұрынғы 174-165 жылдары толығымен талқандайды. Нәтижесінде Юэджилер орталық Азияға шегініп, Әмударияның жоғарғы ағысына қарай жылжиды. Ғұндарға бағынғандардың арасында Үйсін, Ухуань, Сяньби тайпалары да бар еді. Қытай жазбаларында ғұндар 36-ға жуық көрші ұлыстарды бағындырды деп жазылған.